Жобаның екінші бабына сәйкес, рақымшылық егер қылмыс жасаған адам әлдекімге зиян келтірмесе, немесе ол зиянын өтесе, орташа ауыр қылмыс жасаған адамдарға қолданылады екен. Сондай-ақ ауыр және аса ауыр қылмыс жасағандардың мерзімдері қысқарту көзделген. Бірақ ашығын айтайық, бізде сыбайлас жемқорлық қылмыс деген бір дерт бар. Осылардың жағдайы не болады? Оларды біз осы рақымшылыққа жатқызамыз ба? Себебі жемқорлықтың өзі үлкен күшті болмайды. Аздап жемқорлық, толық жемқорлық деген тағы болмайды. Жемқорлық ол жемқорлық. Енді бұл заң жобасының 4-ші бабында біз нақты шектеулерді енгізгенбіз. Оған сәйкес қандай санаттағы қылмыстарға рақымшылық заңы қолданылмайтындығы туралы. Соның ішінде осы сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстың барлық санаттағы істері қолданылуға жатпайды. Қазіргі таңда бас бостандығынан айыру мекемелерінде 624 адам осы сыбайлас жемқорлық сипатындағы қылмыстар үшін сотталғандар отыр. Бұлардың ешқайсысына да рақымшылық заңының талаптары қолданылмайтын болады.